Орта жүз қазақ халқының этникалық құрамына енген рулар мен тайпалардың саяси, экономикалық және мәдени бірлестігі. Орталық және солтүстік шығыс Қазақстанды мекендеген қазақ тайпаларының одағы болып табылған. Шежіре бойынша орта жүз құрамы 6 тайпадан тұрады: Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қоңырат, Қыпшақ. Бұл тайпалар өз ішінде руларға бөлінеді. Арғын руы өз ішінде 2 үлкен атадан тұрады: Бес мейрам, Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек және 7 момын атығай, Қарауыл, Қанжығалы, Тобықты, Бәсентиін, Шақшақ, Сары жетім. Найман руы өз ішінде 4 үлкен атадан тұрады: Терістамғалы, Келбұға, Кетбұға, Саржомарт, Ергенекті, Бораншы, Сарғалдақ, Шомұрын, Қожас, Қожамберді, Беске, Дәулет, Шеруші, Тенеке, Төлегетай, Бабадан Матай, Қаракерей, Төртұл, Садыр, Сүгірші, Ергенекті, Бағаналы, Балталы, Қыпшақ. Жол